Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар? Бүгін біз Қызылорда облысы Қармақшы ауданының Тұрмағамбет деген ауылына келіп отырмыз. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай Тұрмағамбет жауапкершілік серіктестігі орналасқан. Бұл шаруа жауапкершілік серіктестік күрішпен айналысады. Күріш егу науқаны басталғандықтан біз осы жерге келіп күрішті егер алдында Қазақстанда өндірілген ой күшімен жасалған промышленный микробиологияның өнімдерін қалай қолданып жатыр және қандай пайдасы тиіп жатқанын білетін боламыз. Ал мынау жауапкершілік шектеулі серіктестік Тұрмағамбеттің бас агрономы Ғабит ағаға келіп отырмыз. Біздің промышленный микробиологияның препараттарын қалай қолданып жатқанын, қалай өндірісте егінде пайдаланып жатқанын біліп көретін боламыз. Ассалаумағалейкум Ғабит аға. Алейкумассалам. Қош келдіңіздер. Жүріңіздер, көріңіздер. Ал енді Ғабит аға осы шаруашылықта жаңағы күріштің дәнін қалай обработка жасайтынын айтып өтетін болады. Біздің Қазақстанда өндірілген ой күшімен жасалған промышленный микробиологияның препараттарын қалай қолданып жатқанын айтып өтсеңіз. Тұрмағамбет жауапкершілік шектеулі серіктестігі биылғы жылы 2300 гектар күріш егістігін егудеміз. Соң биылғы жылда осы таңға дейін 1000 гектарын жерін айдап 500 гектарына дән себіліп қойды. Осы дәннің толық барлығын 600 тонна дәннің барлығын фосфобацилин С препаратымен дәрілеп жатырмыз. Сіз айтып өтсеңіз жаңағы қанша салма жаңағы литрге қанша қосу керек және қандай тоннама қанша гектарға жететін соны? 1,5 литр фосфобацилин дәрісі 1 тоннаға кетеді. 1,5 литр 1,5 литр 1 тоннаға кетеді. 1 тоннаға, иә? Қанша гектар жерге ол жаңа егіледі? 1 гектарға біз 250 килограммнан дән себеміз. Осы қолданғалы бері қандай результат, өнімділігі, шығымдылығы қалай болып жатыр? Өткен жылы опытқа көргенбіз сынап аздаған жерге. Өнімділігі жақсы артты. Екі тарапқа ектік қатар жатқызып. Дәріленбеген тарап 55-60-тан өнім алса, дәріленген тарап 75-80 өнім берді орташа. Өнімділігі өнімділігін арттырды жақсы. Дәрі толық. Ғабит аға қолданар кезде өзінің нелері бар ғой, ережелері бар ғой. Күн сәулесі түспеу керек, қандай уақытта дәрілеу керек. Кешке қарай, түнге қарай дәрілеп қоямыз. Кешке қарай дәрілейміз, әсіресе сол. Ішіндегі микроорганизмдер күн сәулесімен өліп қалмау үшін кешкісін жаңа бұлтты күнде жасау керек, е? Түнгісімен ночь дейді, түнгісімен жүреді біздің жұмысшылар осы. Түсінікті. Енді бұны аға жаңағы сіздер жаңағы жер алымда күріштен кейін басқа да қандай егін егесіздер? Жоңышқа дақылы бар, соя бар, бидай бар. Сояларға қандай біздің де препараттар бар ғой, соларға препарат қолданып жатсыздар ма? Қосылып жатыр, фосфобацилинмен ектік, қазір көресіздер, бидайды көресіздер, көрсетем, жоңышқа қандай болғанын көрсетем. Жоңышқан қалай өнімділігі де артып қалай болды? Өнімділігі өнімі өте жақсы деңгейде. Біздің жаңа препараттар сіздердің үміттеріңізді ақтап ризасыздар ғой? Осыған ырза болғаннан кейін алып жатырмыз бәрін. Өткен жылы бәрін сынақта өткізгенбіз, көргенбіз, көзіміз жетті. Сосын биыл толық бәрінде толық қандай дән болса да осы фосфобацилин С препаратымен дәрілеп жатырмыз. Ғабит аға, сонандайда біз басқа да шаруашылықтарға барамыз, көбісі алып жаңа оны дәрілеуді кішкене қиын сынақта басқа да жұмыскерлер жалдау керек деп. Бірақ ең түпкі мақсаты жаңағы өнімділігін соларға түсіндіру үшін сіз қандай ақыл кеңес айтар едіңіз басқа шаруаларға? Оның ешқандай қиыншылығы жоқ. Бізде мына ПК-20 супер өзінің аппаратика несі бар, протрава. Осымен жұмыс істейміз. Сіздердің үлкен шаруашылықтар, осы техникаларыңызда бар, жаңадан мынандай кішігірім қолда үйде жасайтындар бар, соларға
олар өнімділігін арттырған көздері жетсе өздері үшін алады ғой кімге. Аха. Енді баға жағынан қалай сіздерге басқа шетелдік біздің препаратқа ұқсас препараттардан бағасы қалай сіздерге тиімді ма әлде қалай болып отыр? Жалпы мен баға жағына маған өнімділігі болса болды, ол баға жағын ол директор басшылар шешетін нәрсе болды. Маған өнімділігін арттырса, басшыға айтамын, мінекей осыны мына дәріні аламыз, өнімділігін арттырды. Пайдасын көргеннен кейін, әр жағында результат болғаннан кейін басшысында көзі жетеді, көзі жеткенде сол дәріні алады. Ғабит аға, соны сіздер қандай немен егесіздер? Сеялкамен егесіздер ме, әлде қандай жаңа басқа да бір техникамен ба? Сеялка де бар, ыруымен себеміз көбінесе күріш дақылын. Онда қазір сіздердің сеялкаларыңыз көрсе болады шығар? Болады. Онда сеялкаға барып көрейік. Ал енді Ғабит аға, жоңышқа егетін сеялкаларыңыз жайлы айтып өтсеңіз бізге. Бұл сеялканы биылғы жылы алып жатырмыз, өндіріске қолдандық. Қай жақтан алдыңыздар? Германиядан. Германияда заказ беріп алдық. Енді бұның қандай ерекшеліктері бар? Бұның ерекшелігі бұл өзі оператор бір өзі жүргізеді, мына алды жерді қопсытады, бұны айналып азасын шығарады. Одан кейін мына каток тұр. Бұл тау кесекті езеді, жерді майдалап, топырақты майдалап береді бәрінде. Одан кейін мына жоңышқа себетіні, бұл енді жоңышқа себетіні бұл Қазақстанда бірінші рет келіп жатыр, қолданылып жатыр. Қазақстан бойынша. Адамдардың айтқандары бұл Қырғызстанда біреу істепті мынаны. Сосын Қазақстанда осы екінші шығып жатқанын дейді, осы түрі. Получается, Қырғызстанда, Қазақстанда ғана бар. Қазақстанда бір-ақ түрі бар осының, бір-ақ түрі осы шығып тұрған. Мынаға бидай дақылын саламыз. Мына жоңышқа шлангілер, мына жаққа жоңышқасын саламыз. Мына жерге бидай саласыздар, мынаға жоңышқа саламыз. Мынау саншылықпен бидай егіледі. Мына катогы артынан басып кетеді. Сол катокты жердің беті қатып қалмас үшін мына бетін босатып кетеді. Босатып кетеді? Керемет зат екен. 6-7 операция бір өзінде орналасқан. Класс техникасы ғана сөйлейді. Бұл жоңышқаның бәрі резавет аксы және фитобацтерин екеуін араластырып дәріледік бәрінде. Енді сонда фитобацтерин жаңағы өнімділігін арттырады, резавит акс шығымдылығын арттырады. Сол қалай сіздерге көзге көрініп жатыр ғой? Бұның алдында өздеріңіз ол препараттарды қолданбай тұрып қалай болды өнім, қазір қолданып жатқанда? Өткен жылы резавит аксында қолданып көрдік, өнімділігі жақсы шыққаннан кейін, жоңышқа тегіс шыққаннан кейін, осы биылғы жыл бәрі тегіс қолданып жатырмыз. Рахмет. Онда қазір егістік алқабына барып, қалай шашып жатқандарыңызды егіп бәрін көрейік. Ал енді Тұрмағанбет жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің егістік алқабына келіп отырмыз. Ал енді аға айтып жүрсеңіз, мынау сеялка емес қандай аппарат, қалай бұны шашасыздар, қолдануы бар? Қолдануы бұл сеялка бұл разброситель күріш себеміз осыменен. Енді бұл уақыттан үнемдеуге жақсы бізге тез себет. Күніне 50 гектар, 40 гектар жесеп келсек, қазіргі уақытта біз үлгере алмай қаламыз. Уақытпен тығыз майды 25-ден суға басып болу керек негізі міндет. Соған осы сеялканы пайдаланамыз. Тез өнімділігін арттырады, тез жылдам себеді өзі. Рахмет. Енді қазір бұның қалай себетін көретін боламыз. Қазір келіп отқан егістік алқабымыз бұл бидай алқабы. Бұл жерде сіздердің мекемелеріңіз біздің промышленный микробиологияның фитобацтеринсі препаратын қолданған. Сол жерде бір-екі ауыз сөз айтып өтсеңіз. Өткен жылы сынақтар өтіп, опыт жасаған кезде көргенбіз өнімділігі жақсардады деп. Биыл ектік мінекей осы бидайды фитобацтерин резавитпен жоңышқаны дәрілеп, фосфобацтерин С дәрісіменен осы бидайды ектік. Шығымдылығы өте жақсы.
тастаған дән 100%-ға дейін шығып тұр десек те болады. Осы тұрған мынау тарап сәуірдің 5 күні егілген тарап бидай шығымы мынау өздері көріп тұрғандай шықпай қалған жері жоқ, тегіс шығып тұр. 100%-ға да бір келкі бәрі. Аға, енді бұның сіздер еккеннен кейін қанша күн аралығында шықты? Бір апта көлемінде жердің бетіне көрініп шықты. Рахмет назарларыңызға, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.